Барлықтарыңызға ассалам алейкум. Бүгін хит болып жатқан баклажан салатын дайындаймыз. Баклажандарымыз 4 қып турап аламыз. Тұз себеміз. 2 ас қасық кукуруз крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Қызарып піскенде осылай жинап алып, 2 минуттан кейін қайтадан қуырамыз. Сонда қытырлақ болып шығады. Петрушка мен кинзамызды тураймыз. Помидорымызды тураймыз 4 бұрыштап. Ыдысымызға салатымызды жинаймыз. Ең алдымен ас көгімізді саламыз, помидорымызды саламыз, тұзымызды себеміз, баклажандарымызды саламыз. Кисло-сладкий соус қосамыз. Творожный сыр немесе фитакса қосамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.